Саламатсыздар. Академиялық кескіндеме онлайн курсы. Онлайн курсын 3-ші модуль тақырыбын аяқтаймыз. 15-ші практикалық сабақтың тақырыбы самаурын ыдысы мен құс тұлуынан құралған күрделі натюрмортты толық аяқтау. Натюрморттың колориттік шешімі мен заттардың формасы мен пластикасын назарға алуымыз керек. Түстің тазалығын сақтап, натураның көлемі мен кеңістікте кейпін шыншылдықпен бейнелеуіміз керек болады. Бұл бейненің көркемдік мәнерлілігіне жетуге әсер етеді. Натюрмортты толық аяқтау үшін жұмысының жинақтылығы мен тұтастығына назар аударуымыз қажет. Бояу жағысының әдіс тәсілдері суретшінің өз қалауы бойынша орындауға болады. Негізінен қылқалам ізін қалдырып жазу дәстүрлі классикалық әдіс болып табылады. Бірінші кезекте жинақтау және тұтас жазуға мән беруіміз керек. Натюрмортқа тұтас қараудың маңызы жұмысты жинақтап тұтас көруіне әсер етеді. Егер әр затқа бөлек назар аударып жазылатын болса, жұмыста тұтастық жойылады. Әр заттың жасықта орналасу ретіне қарай ауа перспективасы заңдылықтарын ескеруіміз керек. Бұл дегеніміз жақын тұрған зат реңінің алыстағы зат реңіне қарағанда анығырақ көрінуі. Алыстағы заттардың реңінің солғын болуы арқылы жұмыста тереңдік пайда болып, жұмыс тұтас жинақы көрінеді. Жұмысты толық аяқтауда жалпылап қарау арқылы композициялық орталықты анықтап алуымыз керек. Бізде самаурын орталық композиция болып табылады. Басқа заттар мен артқы фон байланыстырушы қызметін атқарып тұр. Яғни негізгі мен қосымшаны ажырата білуіміз керек. Осы айтылған ережелерді сақтау арқылы тұтастық пен түс гармониясын беріп, жұмысты толық аяқтаймыз. Осымен 3-ші модуль практикалық тапсырмасы аяқталды.